Баршаңызға сәлем. Бүгін өте оңай, өте дәмді, қол жетімді заттардан жасалатын лепешка жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнымызға сұйық майымызды және ашытқы тұз, шекерімізді және алдын ала ерітілген сар майымызды қосып жақсылап араластырып, жылы суымызбен қамыр илейтін боламыз. Мен толық рецепті төменге жазып қалдыратын боламын. Сол рецептпен жасасаңыздар, сіздердің лепешкелеріңіз өте дәмді болып шығатын болады. Біздің қамырымыз иленді. Қамырымыз өте қатты да емес, сұйық та емес. Осындай қолға жабыспайтындай болып илену қажет. Иленген қамырымызды жарты сағатқа бетін жауып жылы жерге қоятын боламыз. Жарты сағаттан соң қолымызды майлап алып, тағы бір қайтарып қоямыз. Тағы да 10-15 минутқа қалдырамыз. Қамырымызды көтерілген соң барлығын осылай өлшеп алатын боламыз. Мен барлығын 200 граммнан өлшеп алдым. Менде 8 күлше шықты. 200-180 граммнан өлшеп алсаңыздар болады. Енді листімізға пергамент қағазын төсеп, осылай қолымызбен әдемілеп, ішке қарата қайтарып, бетінің бәрін тегістеп, осылай дөңгелек жасайтын боламыз. Менде листіма 4 лепешкеден кетті. Орталарын ашық қылып қоясыздар. Енді бетін жауып 15 минутқа тағы да қалдыратын боламыз. Бір жұмыртқамыздың үстіне 2 шай қасық майонез қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араласып, әдемі су сияқты болып араласып тұру қажет. Енді лепешкелерімізді жасайтын боламыз. Қолымызды майлап алып, осылай қолымызбен ішке қарата басатын боламыз. Ортасын баспайсыздар, ішке қарата былай басамыз. Сол уақытта біздің лепешкелеріміздің ортасы қытырламай әдемі болып пісетін болады. Енді жиектерін осылай қысып шығатын боламыз. Біздің лепешкелеріміз өте әдемі гүл сияқты болып піседі. Тағы да біреуін көрсететін боламын. Қолымызды майлап алып, осылай ішке қарата басатын боламыз. Ішке қарата басып, жиектерін қысып, әдемі гүл жасайтын боламыз. Енді орталарын вилкамен тесіп, жұмыртқа мен майонезімізді бетіне жағып, ортасына күнжіт сеуіп пісіретін боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырмасақ та болады. Біздің пешіміздің қызуымен одан сайын біздің лепешкелеріміз көтеріліп, әдемі болып піседі. 25-30 минутта лепешкелеріміз дайын болады. Өте дәмді, өте ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де менің арнама жазылмаған болсаңыз, менің арнама жазылып, мені қолдап өтіңіздер. Алдағы уақытта ерекше рецептермен бөлісетін боламын. Біздің лепешкелеріміз дайын, өте дәмді, өте ерекше. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.